Сәлем қыздар, барлықтарыңызға бүгін ол таргет курсының Ақтөбедегі студенті, екінші поток студенті Ардақпен шағын сұхбат құратын боламыз. Қазір Ардақ өзіңді таныстырып өтсең. Барлығыңызға сәлем. Менің есімім Ардақ. Мен декреттегі анамын. Жасым 26-да. Декретте отырғаныма 4 жыл болды. Осы 4 жыл көлемінде өзіме жеке үйден отырып сату балалар киімімен айналысамын. Онлайн магазинім бар. Қазіргі таңда таргетке келген себебім өзімнің жаңағы детский киімдер, яғни балалар киімін табысын өсіру мақсатында келдім. Шыны керек. Басқа мақсат емес, именно өзімнің балалар киімінің табысын арттыру мақсатында келдім. Күнделікті табысым, таргетке дейінгі табысым 10 мың болады, кейбір уақытта болмай қалады сату. Ал таргеттен кейін күніге 50 мың, 60 мың, кейбір кезде максимально осы таргетпен 90 мың тапқан кезім болды бір күнде. Осылай болды. Күнделікті келеді, клиенттер? Қазір шүкір күнде WhatsApp-тан тыным жоқ, мен прямой WhatsApp-қа тіркеп қойдым. Ссылка менің WhatsApp-қа келеді. Күніге сол менде таргетпен өзім доставкада жүремін, еще жолдасым екеуміз доставкада жүреміз. Түні бойы доставка жасап, бір күнде 90-100 мың тапқан кезім болды осы таргетпен. Бір ай қосылып тұр, таргетті осы. Таргет бір ай қосылып тұр, иә. Қандай клиенттермен жұмыс жасады? Таргетте маған бұлбұлдың берген клиенттерінде менде май айында сары май, қолдың сары майы деген ниша болды. Ол нишаны ең бастапқыда клиент маған 4 күнге берді. Мен ол 4 күндегі клиентімнің табысы, таза табысы 3500 теңге болды. 4 күндегі табысы 303 мың. Ол қуанып, одан кейін әрі қарай 7 күнге создырды. Услугамды 15 мың қойдым. Бастапқысында 4 күнге 8 мың алды, одан кейінгі 15 мың алды. Сонымен ол кісі 15 мыңға енді бір күндік табысын айтайын да, сары май тауып, бір күндік табысы 160 мың бір күнде тауып отырды ол кісі. Тек Ақтөбе қаласына? Тек қана Ақтөбе, май айында бір күнде 36 килограмм май сатып отырды ол кісі. Таңертеңнен кешке дейін май сатумен айналысты. Май сататындар Ардаққа жазыңдар. Майдың уақытында ол кісі прям күшті клиент болды, қолы жеңіл болды, и маған да ыңғайлы болды. Ешқандай қиындық болған жоқ одан. Жақсы болды. Жалпы курсқа қатысты не айтасың? Куратордан қандай болды жалпы? Курс түсіндірілуі қалай, сол жайлы айтып кетсең? Бастапқысында өте қиын болды. Енді декреттегі ана, үйдің тірлігі бітпейтін, одан бөлек жаңағы бала шағам бар, өзімнің 2 балам бар, мысалы кішкентай садиктен келіп жатады, кішкентай әлі құндақталған кішкентай бала. Сол себепті маған қиын болды бастапқы уақытта ноутбукпен жұмыс жасап, ол ұйықтаған уақытында істеп үлгеріп сөйтіп отырдым. Содан түні бойы бастапқы уақытта 2-ге дейін, 3-ге дейін отырып, видео сабақтарды қарап, үзбестен сол видеомен нақтылап отырып істедім. Қазір шүкір, ақшамда тек зудыратып қарап тауып аламын. Түсінбеген жағдайда сразу бұлбұлға жазамын, бұл болмаса Гүлсезім кураторымызға жазамыз. Уақытылы жауабын беріп, видео звонок WhatsApp-пен жазып отқан кездер болды. Мен мына клиентім мынандай болып жатыр, не істеймін деген уақытта болды. Даже блокқа кетіп қалған кездеріміз де болды. Шүкір, қазір спокойно, ақшамда тек сразу өзіме керектігін жүргізіп видеомды емді салам. Зато қазір өзіме таргеттен де клиент алып табыс алып отырмын. Одан бөлек өзімнің балалар киімінен табыс тауып отырмын. Табысын да арттырдым десем де болады қазір. Шүкір, жақсы. Жақсы, қуаныштымын, Ардақ. Табысын еселене берсін. Клиент осындай таргетті оқуға әрқашан кеш емес. Оқи беріңіздер, үйде біз сияқты отырған аналар өте көп. Таргет қазіргі таңда көп таралатын инфо бизнес болған себепті әртүрлі нишаны жібере берсе болады. Ешқандай қиналмайсыздар, оңай. Басында қиын болғанмен арты тәтті оңай болады.